Ең алдымен шығарылымды көрмес бұрын біз өзіміздің YouTube арнамыздың оқырмандары арасында ең қызықты комментарий жазған оқырманымызға ақшалай сыйлық беретінімізді ұмытпаңыздар. Олай болса ең алдымен біздің каналға тіркел және де қызықты комментарий жазып ақшалай ұтыстың иесі бол. Армысыздар біздің сүйікті арнамыздың сүйікті көрермендері, бұл әдеттегідей хихикая жобасы көптен күткен шығарылымдардың бірі болмақ. Бүгін енді өзіміздің резиденттер Нұржан, Нұрбол, Манас бауырларымызға қонаққа өте керемет Жан Жайдарманның аңызы болып қалды қазіргі таңда. Ойнаған командасымен чемпион болып жатқан Елжан ағамыз келді. Қош келдіңіз. Армысыңдар әлеумет. Ақ костюмшалармен отырмын. Армысыңдар, қалайсыздар? Жақсысыз ба? Аллаға шүкір, өздерің қалайсыздар? Алдыңғы шығарылымда сайтанның саппалап аяқ Короче, Мен шыдай алмадым. мен айтып жіберейінші, алдыңғы шығарылымда балдар жаман алдап кетті. Негізі екеуміз бірге отыруымыз керек болған. Бұлар бөлек-бөлек түсіргісі келіп жүр енді. Екеуміз компьютерге кетуіміз керек, асығыспыз. Маңызды шаруа ол, Иә, өте. Битті пуш етіп жатырмыз, күтіп алуымыз керек. Пып-пыстағы отырық қолымызда. Негізі сахнада екеуміз біреулерді алдаймыз ғой. Осы жол екеуміз алданып қалдық. Жаманлық. Өткенде бір свежий әңгіме бар ғой. Короче, бейдеді ғой. Қазір бейтеміз еді. Сіз отыра тұрыңыз. Балдардың біреу история айтып жатқан кезде соны тұрғыз жүреміз де орнына Елжанды отырғызып аламыз еді. До конца тұрғызған жоқ қой. Ең тұрғызып батқан кезде Елжан отырып еді, бітіп кетіп тұр ғой бірінші. Балдар ақырып қалды ғой. сан соғып қалдыңыздар Сан ма? соғып қалды ғой. Елеке, қалайсыз? Жақсысыз ба? Шүкір. Ақтөбе деген айтушы резко. Ысылай. Жақында Ақтөбеде ойынынан келдіңіздер айтпақшы. Жайдарман болды, сонда болдық негізі. Сіздер еще Жайдарман ойнайсыздар бос уақыттарыңызда. Іш пысқанда микрофон берде жауға қой. Мен Жайдарман ойнаймын, бум-бум билеймін. Көбіне. Сосын жаңа не екіншісі? Шафл дэнс. Шафл дэнс билеймін. Тайквандоңыз бар ортасында. Ош мен бос емес вообще. Короче, екеуміз сахнаға бірдеңе шығарды. Тек екеуміз келісіп аламыз ғой, короче. Өткенде Ақтөбеде бір ойын болды, короче. Балдар ойнап жатыр. Шеттен мен ат шығамын, в общем. Нормально ма мынау? Неге өріліп отыр өзін-өзі? Әңгіме айтады да. Шеттен мен Стендаптерлер бар ғой, бүйтіп істей береді. Шеттен мен шығамын, короче. Балдар неше бала тұр сахнада? 60 па? 30 шешен. 30 шешен. Фемидің балдар тұр, біз екеуміз 7-8 бала тұр енді. екеуміз Эльдар, Нурс, бәрі тұр. шуладық тек. Соң айтайын деп. Шулағанда былай болды. Біз Фемида ойнайды қара. Любой әңгімені екі рет еститін сияқтымыз бүгін. Жоқ, еще андай екі көзден естисің да, екі түрлі. Нағара деп айтпыш. Фемида против талант қой. Орал против Ақтөбе. Мынау талантқа ойнайды, жалғыз өзі Орал. Біз Эльдар мен Нурс үшеуміз Фемидаға ойнаймыз. Талантты жігіттер болып Фемидаға ойнайсыздар. Айтатын жоқ. Саған толық бүйіспей. Қонда айтып атым ғой, тек байқадыңыз. Сояққа үшеуміз ойнаймыз. Сөйтеміз де прогонда шығады. Қалған айттың ғой арғайда. Ол үшеуін ойнайтын мен бір күн қалғанда ма, 2 күн қалғанда ма білдім. Сөйтіп гем прогонда Еснағанға алдында біз бәріміз шығып ойнап отырмыз. Мынау ойнамайды. Талантпен ойнап тұрып залда қарап отыр. Деп айқайлап тұр. Каждым шыққан сайын мал деп айқайлап тұр да бүйтіп. Содан кейін балдар бәрі артқа қарай кетіп қалды. Ойын басталуға жақындап жатыр. Мынау айтады маған келіп, мен сендерге ойнап кетемін дейді. Өзі қарсылас болып тұр. Қарсылас. Сосын мен айтамын, давай балдарға айтпа мұнда. Қызық болсын деймін ғой. Мен сахнадан тұрамын, короче, Фемида ойнап болады, Нурс шығады, Эльдар шығады, содан мен шығамын. Маған сот қалдың ба? Типа. Қайсы? Не сот? Сот қалған ба? Сот қалған ба керек. Мына жақ түсіріп жатыр ғой деген ба? Бізге де сот қалу керек мен. Алматы әлі домашкамен жүріп қалды. Әлі дәптермен жүрмін. Блокнотқа номерлеріміз болды. Рациямен жүрсем, Алматыдан бір-бірін тауып алды. Бірдеңе жазып, Инстаграмға жазып қоймайды ғой бірдеңе. Содан қызық. Сөйтіп біз сахнада ойнап жатамыз, ойнап кетемін дейді да, короче. Давай, ешкімге айтпа деп. Біздікі тек қана балдардың эмоциясын көру ғой, короче. Шошып жүру ғой. Балдар шошып жүру. Сосын сахнаға шығамын, ойнап жатамын, керек ба балдар? Шақырайын ба балдарды деп бір ашуланып кететін жерім бар да. Міне шақырдым балдарды дегенде Елжан атып қалам, яқта мен де ойнаймын деп. Сол кезде бүйтіп деп Фемидан балдардың түріне қараймын ғой, короче. Сол маған кайфы тек. Маған таланттың балаларының түрі қызық болып тұр.
сол кезде Жаниктер Фемидадағы өйтіп артта бүйтіп алып квн қарап тұр ғой. Күшті болды да андай да. КВН жағынан қарап Бірдеңе айтып қалып едік. Бірдеңе айтып қалып залға өйтіп артқа қарасам Жаник бүйтіп тұр да қасындағы мағылдайды дейді да. Анау түсіндіріп берді да. Деп кетіп тұр ғой. Залда отқа адам қалды. Есет азалар біледі ғой, нәтижеде шулайтымызды. Қалған балдарға жаман қызық болды. Солай оқиға болған. Фемиданы сан соқтырғыларыңыз келді ғой, былайша айтқанда. Былайша айтқанда күллі қазақты алдап кеттіңіз. Айтпақшы, осы ретте енді бір оқиға есіме түсіп тұр. Әңгіме жоқ. Мына Нұрекең мен осы біздің Манастың арасында бір сондай бір оқиға болған дейді мыс енді. Осыны Манастың өзі айтып берсінші. Бірінші Манастың версиясын тыңдап алайықшы. Бұл да екі версиямен айтылу керек болып тұр. Ол негізі бар ғой, ол нәрсе негізі қол алысып еді қой деді. Нәрсе дегеннен кейін миы не айтшусың ба? Негізі бар ғой ол нәрсе. Жайдарманның өзінде айтылып қойып еді ғой, негізі карантинде чемпион болған дейтін. Ешқашан айтылды. Жоқ, айтылды. Маш жайлап арықтап қатсың. Жоқ, біз чемпион болғаннан кейін неге баратын болдық? Батысқа Боранқұл мен Ату ойнайтын болды да. Ату чемпион Ақтауға. Ату чемпион болмай тұрып, анау ресторан туралы блог шутка бар ғой. Сол жерде сіз өзіңіз айтасыз ғой, типа карантинде халық жоқ кезде ойнатып айтып беріп отқам. Иә, пока я дей тұрайық. Бұл кісі өзі айтады да. Өз-өзіне әзілдейді солай, иә? Сол есімде қалып кетеді. Не деп әзілдейді өз-өзіне сонда? Карантинде халық жоқ кезде чемпион болып кеткен деп айтып жатыр ғой, типа дейді. И сосын Жайдарман Алматыға бірақ лайықты чемпион, иә? Әрине Мен ол кезде сау болдым, үйде айтты. сөйтіп Жайдарман Алматыға автобусы Боранқұл кім жеңеді? WhatsApp группада. WhatsApp группада. Сосын мен жазам. Карантинде халық жоқ кезде чемпион болғандар ма? Манас келді ғой. Ой жерде качка беріп алған Манас шықты ғой. Качка беріп тастаған, денен шығарып тастаған. Red Bull ішіп алған. Душқа түсіп алды, бұтын андай қысқа шорты. Денесі бүйтіп тұр да, шашы бира. Билеп тұр жатыр ма? Мойнында ақ орамал келді деп бүйтіп WhatsApp'та алды ғой міне. Қарады. Қара. WhatsApp'та тұр. Андай, который деп сөйлейді еще. Карантинде чемпион болған балдар ма деп жазып жіберді. Мынаның духымен да. Бицепспен жазды ма, трицепстармен. Иә. Бүйтіп тұрып жазды ғой. Күшейіп тұр да бүйтіп. Сөйтіп Қасында кухонный пышақ бар. Ол әңгіме сіздерге Манастың сообщениесі әріптердің жан-жағында әйтеуір бүйтіп качка болып шықты. Әріптері тамыр болып тұр. Асы бар ғой, асы бүйтіп тұр ғой. Карантинде дегенде кісі бүйтіп тұр ғой міне. Смело, короче. не істей аласың деп тұр ма? Мойнында ақ орамал. Сосын бір кезде ол Манас болмаған. Ақтау Жайдарманның группасынан бірақ шығады ғой. Каким-то образом шықты, Иә. Жоқ, группадан шықпайды. Сізге Маған Тікелей келеді. барады, тікелей. сөйтіп бір кезде Нұрболаға жазады маған, че там сондай деп айтып жатыр екен. Мен жаңып кетемін ғой бірден ше. Прям бірден ше андай. Ана качка жоқ уже. Далада кетіп жатқан кезі ғой, базар қарай күннің астында. Бүйтті ғой, спутникке қарап, қайдан көріп қалды мынау деп. Мен айтамын, пока. аға оны әзілдеп жазғам ғой, Жайдарманшысыз ғой десем, жоқ, Жайдарманшы емес болып тұр ғой бұл кісі. Жайдарманды қойып кеткен болып тұр ғой. Бұл кісі тайквондомен жазып жүр. Черный пояс болып тұр. Алдына бүйтіп күтіп алып тұрмын ғой міне. Поклонмен күтіп алып тұрмын ғой. Звондасам басып тастай береді ғой ше андай. Звондасам басып тастайды. Запросымда Татьянаның балдары жатыр ғой бүйтіп ше андай. Нұртай, Баука, тағы 4-5 бала. Манас, че там Ақтауға шен деп жатсыңдар. Короче, енді Осы жерден ары қарай. Енді мұняқтың несін көрейік. Жоқ, мен ана жеріне айтып жіберейін. И скатпен біз сол күні уже ұшамыз ғой. И скат Бұл арғын келмей 7 тұр. сағатқа ма кешігеді. Жоқ, Жоқ, мен тез барып сөйлесіп тастағым жоқ, бұл жерде айтпай тұратыр. Ақтау үйдің іші. Екінші сахнаға көштік, короче.
Короче, Ақтауда жүрем. Мына сообщение келеді. Бір примерно 15 күн қалғанда ма сондай. Ойынға да примерно 15 күн бар. Дедім, тұра, бұл сообщениені қазір жібермеймін дедім ғой. Ертең ойынға 1 күн қалсын, сол кезде жіберем деп сақтап қойдым. Сосын Есетке айтам. Короче, сөйтіп айтқан деп. Біз прикол ұстап жүрік. Есетке айтам, әдейі мыналарды қудыртай берсін деп жайлап. Есет ондайға мастер. Есет ондай мастер. Екеуі бір-бірімізді енді дүзге білеміз ғой. Бір-бірімізді. Бәріміз бір-біріміз сондайға білеміз ғой. Оқып отырып примерно. Есетке айтам, короче, өстіп айтқан деймін. Есет бір ойынға барады, ату ойнайтын. Шымкентке барады. Ғаниларды көреді. Андай ғой, ол да білдіртпей 3 күн әңгіме айтып жүргеннен кейін барып, андай бір жерде әңгіме айтып отқан кезде, Нұрбол ренжіп жатыр, айтпақшы сендерге. Басқа мән бермей ма? Дейді, ары қарай айтпай қалады, короче. Аналардың миында мәссаған дейді, жайлап андай паникалар жайлап. Фокус деген кинодағы ғой, 25 деген. Жай. Есет бір айтып кетеді барып. Әлі бір аптадай бар ойынға. Мен жібермеймін жүрмін, әдейі. Жібермеймін пока деймін ғой. Айта берейік пе, қызық болады мұны. Есен ағада қызық емес сияқты болып тұр. Есен ағада хабарлайтын кезде айтып жүрсеші. Ренжіп жүрген ғой деп. Сөйтіп Есет айтып кетеді. Сосын бір күні жалғаспен Магамен тұрған кезде, не айтып жүрсіңдер сендер? Ренжітпеңдерші, сөйтіп ренжіп қалыпты ғой деп бір айтып кетеді. Олар мыналарға шығып бастайды ғой, жайлап үлкендері ғой енді. Не айтып жүрсіңдер сендер деген сияқты. Қуасыңдар ма деген сияқты. Медетжан да бірдеңе жазған ғой. Медеттесің де. Медетжан да бірдеңе жазған. Күтіп отырмын ғой, короче. Бүйтіп отырмын ғой, қараңғы бөлмеде. Сағат қарап. Мысығыңыз бар ма? Қара мысық бар. Сипап отырмын андай. Біреудің қанын ішіп та екен, жылтыр бокалмен біреудің қанын ішіп та салқын. Түсіндірмей айта берші. Менің бар ойым тез Ақтауға барғым келіп тұр ғой, мен ана жерде. Тез Ақтауға барып Ақтау ма өзіңде? Сөйтеді де Алпыс кешір айтайын. Отырам да. Бір күн қалған кезде, саған дайректке жүрдім, WhatsAppқа ма? Дайректке жүрдім да. Бір күн қалған кезде хаты да дайындалып жатыр, короче. Біз квартирада дайындалып жатыр, балдар алып. Тұра тұрыңдар деймін де, мен шаруам бар деймін. Көбен қызық болып жатқан жоқ. Тұра тұрыңдар деймін де, Манастың дайректіне манағы скринді алып лақтырып жіберем ғой. Микрофонды жиі пайдалансаң. Керемет. Сөйтем де дым айтпаймын, короче, интрига қылып қоямын. Сосын мынау бастайды, братан, жайдарманшы емессің бе, әзіл ғой, бірдеңе деп бастайды. Ответ жазбаймын ғой. Көрем, ашам әдейі, анаған ашылды деп барады, жазбаймын ответ. Сөйтем, мынау қайтадан зат нөмірім тауып алған звондайды. Bir кезде уже мынау болды ғой. Bir кезде мынау болып тұр. Мынау болып тұр. Bir кезде Медетжанға лақтырып жіберемін. Не мынау деп па? Әзіл ғой, бірдеңе жазып жатыр енді. Сотка шырылдап жатыр. Сотканы безуіп қоямын да, анжа қойып дайындала береміз. Болды. Ойламаңдар ештеңе деймін балдарға. Коллекторлап звондап жатыр. Өте. Уақытқа қарамай. Өте. Сен 400-ге жетпей қалды деп соғып жатыр ғой кәдімгі кредитке. Сөйтіп бәленбай рет соқ көтермеймін, кішкеден кейін че там өсіп кеттіңдер ма не деп бір жазып жіберемін. Осы жерде түрік киносы басталады ғой, короче. Жанынан бір иван шығады ғой. Мыналарда паника кетіп жатыр. Есетпен хабарласам, че там не болып жатыр деймін ғой. Короче, балдар дейтін паника өтіп жатыр. Мынау ма, Медетжан ба біреу барғысы келмей қалған, короче. Ойнауға ма? Ойынға, Ақтауға ойынға біреу барғысы келмей қалған. Медетжан, сен барғың келіп тұрса? Білмеймін, біреуі, короче. Барғысы келмей жатыр балдардың дейді. Айдекең шығар. Айта қойыңдаршы дейді бұл. Может, команда шығар. Барғысы келмей жатыр. Сөйтіп, в общем, до конца ұстадық, короче. Арасында бір жазып қоямын, өсіп кеттіңдер ма, не бірдеңе деген сияқты да. Өртеніп жатыр мыналар. Сөйтіп таңғы 5-те дайындалып жатыр ғой, короче. 5-те дайындалып жатыр. Дайындалып жатсақ, мынау звондап жатыр ғой, самолеттен түскен ғой. Самолеттен қарама деп қонған кезде деп соғып жатыр ғой. Ремень шешіп жіберіп бар ғой, резко ремень шешіп, затын түріп алып соғып тұр ғой, резко. Жода, шынымен сондай болды. Бірден айтып жатыр. Жода, аспанда сәл сет ұстап бастайды ғой, сол кезден бастап. Әдемі ғой. Тамаша емес пе? Сөйтіп қайта звондап кішкене бүйтем ғой. Ояумын, дайындалып отырық қой, бүйтем де алам да.
алло деймін ғой нұролла ассалаумағалейкум қалайсыз мен ғой манас мен ғой соткімде бар ғой енді 30 бір звонокқа келген шығар енді примерно общий бар ғой даусың қатты болдың иә типі ұйықтаватын иә андай алло деймін нұролла біз ғой общем осындай біз барып сөйлесіп кетейік деп едік нұролла өзі айта берсе де болады по жоқ мен не үшін оны айтып жатырмын жоқ қара бүйтеді ренжіп қалдыңыз ба не сөйлесіп кетейік деп едік бірдеңе дейді мен үкімім ба не түніме ұйықтамай деймін ғой қатты кезек түнімен ұйықтамай жататын үкімім ба не сағат қарашы кішкене күндіз хабарласшы деп телефон айырып тастаймын короче телефон айырып тастаймын ар жағында қалып қойды дейді жоқ мен короче ақтауда уже самолет ақтауда тұр ақтаудан түсіп балдар бір-біріне не істедің деп жатыр ғой короче жоқ мен бірінші мақсат ол жерде андай болды да мақсаты деген соңында мақсаты жоқ сөйтіп бүйтеді сосын братанмен тез сөйлесіп тастап ақтауға бірінші рет келіп тұрмын ғой тез жеп алсам деген ниетім жем алғың келді ма күшті болып жүргім келеді душқа түсіп обед ішіп душқа түсіп жоқ душ шынымен андай мойныңа ақ полотенце іліп алып сөйтіп қайттан жүргім бір келіп тұр ғой. аларды бүйтіп жіберіп қайттан бір группа қарап жіберіп че там мыналар ей деп сөйтеді де алмаймын короче сөйтеді де балдарға айтып қоямын короче ешкімге айтпаңдар и бәрі түр салып алады біздің балдар біздің команда Руся Нұртай сондайға жақсы ғой түр салып алады біреуге ренжіп қалды қырқып кетуге біреуге сондай жақсы бірдеңе болса туылысып кетеді сондай ғой кілең сосын балдарға айтып қоямын мексиканецтермен төбелесейін деп жүрген адам дейсіз ғой до конца айтпаңдар деймін ғой короче и балдар түр салып алған балдар есік алдына ана дкб дейтін жерде болады есік алдына темекі шегіп тұрған ғой мыналар келеді команда болып темекі деме кофр ой темекі темекі шекпей шығар ол. сок ішіп тұр бәрі пирожкимен сок мұз сок бар ғой андай иә деп алып тастайтын сондай ішіп тұр короче капит темекі иә біреу барбарис түрін біреу апельсин түрін ішіп тұр не о чем түтін шығып тұр бірақ а түтін қайдан екенін білмеймін түтін манастан шығып тұр өртеніп жатыр иә сөйтіп келді де екеуі темекі шегіп тұрады ойбай сок шегіп тұрады дейді балдар келіп қасына амандасады бүйтіп амандасады да балдарға амандасады бүйтіп түр салған екеуі мынау деушіңдер сендер деп ішке кіріп кетеді андай ғой андай қара бүйтесің де бүйтіп мынау деушіңдер сендер ішке кіріп кетесің ішке кіріп ол короче іште сөйтіп жүр бәрі ойын күні ойын бойында тұр сөйтіп столовойда отырамыз жоғарыда екінші редактурадан кейін столовойда отырық мына жерде фемидан балдар отыр мына жерде мен отырмын короче да біздің балдар шығып кетті сөйтіп біреу манас театр деді короче есік андай алыста мен былай қарап отырмын ғой короче апалар қарап отыр түрмедегідей ғой андай ше түрмеде отырады ғой артқа қарамай ше өзінің подносын қойып алып отырады ғой түрмеде манастың тамағына түкіріп жеді короче сөйтіп отырмын былай қарап отырмын манас театр деді ғой и түр салып алдым резко әңгіме айтып отыр едік қой балдар түр салып алдым андай балдарда андай фемидан балдарда андай деген сияқты болып жүр ғой андай бәрі бүйтіп отырмын сол манас келді нұролла сондай сөйлесейік деп едік деп артынан сөйлесерміз мен қазір дайындалуым керек деймін де кетіп қаламын бұл жерде де айтпадыңыз ба айтпаймын до конца қазір біліп отыр десе қазір айтамын десе одан кейін кәдімгі туған ағамен туған ініміз сөйтіп ешкімге айтпай жүріп мыналарға айтпай жүріп па ғани бәрі бір кезде ойым басталайын деп жатыр балдар шыға тұрасыңдар ма деп басқа командалардың бәрін шығарып жіберді де кім ғани жалғас мага үшеуі парацетамол ішу қалған балдардың бәрін шығарып жіберді де үлкен раздевалка ғой андай ше бір 10 команда тайкондоға түсіп баяғыда есіңізге арасында түсіп кетті арасында түсіп кетті ето бауырым мына жері қызық қарашы давай үлкен раздевалка үлкен балалар шығарып раздевалка жібердіңіз басқа командалар киініп жатыр бәрін шығарып жібереді жалғас мага ғани үшеуі бәрін шығарып жібереді де есікті бүйтіп көтенмен жауып алады ғой бүйтіп итеріп өзі бүйтіп маған қарап тұр мен киініп жатырмын мына жерде ойын басталған жоқ әлі сөйтіп братан енді інілеріңіз ғой енді бір ашу беріңіз енді қателестік кешіріп қойыңыз прикол ретінде айтқан ғой енді балалар білмей қалған бірдеңе деп жатыр енді братчиклеріңе қарамайсыңдар ма енді деймін де андай костюмде сөйлеспеймін андай сөйлеспеймін тетхым құсап киініп жатсыз ба иә мыналарым деп тұр ғой короче деп андай деп тұрмын короче типа түрім сондай болып тұр сөйтіп братчиклеріңе түсіндірмейсіңдер ма енді деймін кейін айтамын иә қателескен бірдеңе қателесе бере ма не бірдеңе маған түсіндірмейсің оған түсіндірмейсіңдер ма деп андай бірдеңе бір екі дырылдап жүремін сөйтемін де жігіттер короче сендерге ренішім жоқ үшеуіңе ешқандай да ренішім жоқ ойнайын сөйлесейікші деймін де
кетіп қалдым. Сөйтемін де залға түсіп кетемін, біз балдар болып команда болып залда отырамыз бірінші қатарда. Сөйтіп ату ойнайды, атудан кейін біз залдан шығамыз ғой, короче, команда. Сөйтіп жазғанбыз сценарий. Сөйтіп мыналар ойнап тастайды. Мыналар енді қара, сахнаның артында болсақ нормально ғой. Мыналар ойнап жатқан кезде бірінші қатардан қарап отырып. Әйтпесе қарсыластарымыз. Мына вообще удар болды онда да. Мыналар қарсы ойнайды. Манас төменге қарамайды. Балдар бәрі бүйтіп мыналар ойнап жатыр. Бірінші қатарда бүйтіп қарап отырып қой, бүйтіп бар ғой. Біреу бүйтіп отырып алған ана дейді, түсіп та бүйтіп. Сөйтіп мыналар ойнап тастайды. Сосын шығамыз да, біз ойнап тастаймыз. Біз ойнап тастағаннан кейін командалар бәрі ойнап болды. Жеңіс кім жақта болды? Біз жеңдік. Біз жеңдік, сосын жалпы өмірде де бәрінде жеңіп келатсыздар бұлар. Пранкта да жеңдік. сөйтіп разделкаға қайтадан. Атудан бір ұлттық сапа болып жаматылдық. Қатты тұтылғанбыздар. Сөйтіп разделкаға кіреміз, балдардың бәрі кіреді. Сондай деп атады ғой. Сондай деп атқан кезде. Короче, жігіттер деп күлкім келіп кетеді, короче. Биттеріне қарап. Короче, жігіттер деймін де, короче, жігіттер. Ойнап айтамын, осындай дейді, бастап кеттім. Ана жерде дейтін, бам! Күл жерді ғой, бәрі бар ғой. Айтсайым да, шыдай алмай кеттім, кәдімгі бар ғой. Андай, ішім андай, қызық қой, айтшы деп жүрді ішім. Манастың ұсқынын білгім келіп тұр. Манастың ұсқыны андай бүйтіп тұрды да. Сенбей тұрмын әлі. Бүйтіп тұрды да, бәрі бақ деп жүрді қалмайды. Шын ба деді ме? Жылап. Қолын беріп атсың. Ояндым ба деп отыр ма? Түрі кәдімгі мен әкем сен ба деген сияқты андай түрі деп андай жинай алмай жатыр өз-өзін. Мен сосын аяп кеттім ғой, мен андай ауылда өскенбіз ғой, біреу жаман аяймыз ғой, өтірік қатыгез түр салып алған мен. Ойбай, ренжімеші, Манасжан, ренжімеші. Сіз кешірім сұрап кеттіңіз. Бауырым, ренжімеші деп жатыр мынау. Жоқ, братан, қайта қуанып тұрмын дейді мынау. Бірақ түрі андай, түрі бүйтіп тұр, ар жағынан малсың ғой. Алматыға келесің ғой бір күн деп тұр ғой, короче. Түрі сөйтіп атедік, есет жүгіріп келді. Айтып тастадың ба не дейді. Құттай күтпейсің ба дейді, далаға шығып кеткен ғой. Осымен бағдарламамыз аяқталды. Бір историямен бітіп кеткен. Өте қызықты оқиға екен. Бірақ енді қызық болды өте. Қызық болды. Кәдімгі еске алатындай. Ұзақ пранк болды ғой мынау да. Өте ұзақ пранк болды. 15 күндік пранк болды ғой енді. Скат 7 сағатқа кеші кетті. Мен тез барғым келіп тұр ғой. 7 сағат кеші кетті. 7 сағат бойы ананы ойлай беремін ғой ше. Ойлай беремін, балдарға барып әзілдеп жатыр ма десем, аналар да уже білмей тұр ғой. Әзілдеп жатқан білмейді, серьезно айтып. Пофиг, короче, андай түсініксіз болып кетті, короче. Скатты кешіктірген Нұрбол аға болса, сәл ұстай тұршы. Қаттырақ уайымдасыншы анау. Просто үкімім ба дейтінім бар да. Бірдей тық жүйендеді. Тоғызда келсе келмейді да ол тычқы бір. Жалпы күндіз келіп жатса мысықпын ба бар. Алтыларда түсіп жатса мысықпын ба бар, бірақ ол ұйықтамайды ғой алтыларда, біз көріпсің ба? Скаттың бастығына. Рахмет өте. Соған кешірім сұрайын деп едім. Иә. Одан кейін қол алып сөйттік қой, бірақ түрі андай деп тұрғанмен ар жағы малсың ғой деп тұр ол кезде. Манастың есіне түссе кәдімгідей не болады ғой деймін ол. Білмеймін, маған андай ешқандай реніш жоқ, ха-ха история болған сияқты маған. КВНнің боладынан боладысы қызық болды ғой. Сондай болды, рахмет. Не жаңалық? Аман. Сен айтпақшы, сенің орныңа қонағымыз бар, Ернар келші. Елеке бізде енді резиденттер бір қызықты оқиғаларын айтады. Әңгіме жоқ. Иә, соған әңгіме айтпай отыра береміз, просто әңгіме жоқ, тыңдап отырмын. Керемет тыңдап отырмын. Біреке кеттіңіз ба? Шаруаларым бар. Атам сылады. Айтпақшы, бізде ата шай берді. оқырмандар саны 10 мыңнан асыпты. Осы шығарылымда, иә. Рахмет біздің оқырмандарға. Тіркеліп кетсін. Одан кейін, иә, солай бір өздеріңіз бір ауыз айтып жіберіңіздер. Құрметті көрермендер, просто қарамаңдар. Тіркеліп қараңдар. Ол негізі адамдарға білінбейтін шығар, просто қарап дейсің ғой. Бірақ мына жерде отқан адамдарға өте мощный ғой. Иә. Балдарға дейді. Одан кейін бізде қызықты комментарий жазған адамдарға
ақшалай сыйлық береді, 10 000 теңге береді, қызықты комментарий Әдемі болса, ғой, өз әдемі оқиғасын ғой, айтады әдемі осындай ғой, сияқты. әдемі. Оны біз Instagram парақшамызда Оны сіз жариялап нұрбол отырмыз. берсеңіз. Енді Әр нұрбол қонақ сыйлық. Мана мен сендердің парақшаларыңды қарап отырмын, кәдімгі өзіміз де сөйтіп YouTube жүргіземіз ғой, енді жаңағы заманауи коммент дейтін жасадық. Ана әркім әр жақтан салып жібереді, қарап отырасың. Сендердікімен салыстырып қарасам, біздікілердің обложкасы қап-қарағандай. 3000 адам тұратын ауылда болып тұр да андай. Оны енді родной, оны соткамен түсірмеу керек қой енді. Сондай болған болса. Біздікі де дұрыс емес, ол полный видеоны Твиттерге салып қойған. О, ютубқа салу керек екен. Твиттер. Сендердікін қарап отырмын, күшті жұмыс салған екен. Ана обложкалер де әдемі, жарық, астында просмотрларды жақсы. Комментарий оқып жатырып байқап қалдым, шынымен ақша беріп жатыр ма? Осы өтірік сияқты деп жазып жіберген біреу. Сол үшін мен айтып жатырмын, оны біз Instagram парақшада жариялап отырамыз. Сол жақта осы бізден алған адамдар айтпақшы комментарийге жазып кетсе болады, осы шығарымның астына. Әдемі. Мен алдым деген сияқты. Ерна жазасың ғой телефон. Бір енді 4 аккаунт ашсақ, ютубтан нормально. Білінбей қатса кезде. Кеттік онда, оқиғаға көшейік, бастайық шығарылымды. Басталған жоқ қой, Жаңа басында андай ғой. Жаңағы оқиға біткеннен кейін хикаялар шығады. Жарты сағаттан кейін. Кинолар болады сондай, 15 минут ситуациядан кейін аты шығады ғой бүйтіп. Мешіттегі хаха дейді. Хаха дейтін келмей тұр. Мешітте хаха ма не? Мешіт хаха ма не? Мешітте хаха кім болуы мүмкін деп тұрған, да? Кім христиан арамызда? Осы жерде көбіне мешітке баратын сен шығар деп. Жоқ дейді дегенше. Қалай ойлайсың, Jensen? Мен так не ойлайын жатыр. Меніңше бар ғой, бұл халық. Мафия, меніңше деп мафия. Бұл қалай болды? Не оқиға болды мешіттегі? Мешіттегі қызық оқиға шығар. Мешіттегі қызық оқиға ғой. Қызық оқиға осы дайындап отырмыз. Ол енді мешітке өз аяғыммен бардым деп айтпаймын, бұл жерде андай ғой нәрсе. Мектеп кезінде біздің ауылға жаңадан мешіт салынып отты. Ауылымыздың бір үлкен азаматы сол мешіт салып жатты, сөйтті да ана сыртындағы жұмыстар қалып қалды. Ана бір андай тау болып жаңағыдай топырақтар үйіліп жатыр, сондай мешіттің айналасында жұмыстар өте көп. Әдемі. Сөйтті да айтты бізге технология сабағында міндетті түрде технология 2 сабақ болады қатарынан. Ол кезде 5-ші класс ба оқимыз. Екі еңбек деген бе? Екі еңбек қой сол. Сол сабақта біз обязательно мешітке барып, мешітке барып жұмыс жасаймыз. Әдемі. Соған баға қояды. Соған баға қояды. Жақсы өтіпті, еңбек пәні, иә? Еңбектен кенсіңдер ғой, натуре. Баға да аламыз, сауап та аламыз, иә. Сауаттану. Сөйтіп періште кезіміз ғой сол. Как раз ұшып келдім десе. Сол балиғат жасына толмаған кезіміз ғой сол. Мешітке барып жүрген. Кішкентай балаларда бар ғой, кәдімгі. Жасы 8-ден сенен көп күнәсін. Ұрғым келе ма? Бар. Қаз күттей балдар көп. Андай ма? Бір үйге барып отқан кезде ана үйіндегілер шығып кетсе шапалақ сығал жүргім келіп отырады ғой. Бір реттер ғой. Былай қарай апарып. Пойызда кетіп жатыр ғой. Бір күттей бала бері кетті алды енді бар ғой. Ана балиға жас қарап тұрған жоқпын мен. Шашақ қалдым. Тамбур барында қолын қайырып тұрдым. Басым кетіп қалды ана. Шулама дедім әжеде бар ғой. Содан кейін тыныш болды ғой. Менде бір история түсіп кетті тұр арасында. Бір рет мектепте жаңа кеш болып қалды, мешіт бітірмейсіңдер ме? Ремонт күтіп отыр халық. Айта салайыншы мен. Мектепте сабақ оқып отырдық қой, сол кезде мұғалімдер баласымен келетін еді ғой. Артқы партаға отырғызып қоятын еді ғой. Математика өтіп отырдық, баласымен келген. Ана бала қан ішіп қойды қайта. Тисе береді бізге сабақ үстінде. Біз іштеңе дей алмаймыз оған. Сөйттік та мұғалім шығып кете сап, бірден бір бала тряпка лақтырады. Тақта
тақтада тұрған бала тақтадағы тряпканың иісі де дейтін ой иіп берсе де ғой. 8 күндей кетпейтін еді ғой 8 күндей сабынмен жусаң ана апай шыға сап лақтырады ғой. Лақтырды. Бәріміз қуалап жүрген анау қашып жүр бір кезде. Алдық та біреу тряпканы лақтырды. Bir кезде апай кеп қалды. Ей, не болды деді. Жоқ, ештеңе деп бәріміз отыра қалдық бірден. Ей, не болды балам деді. Мына балалар ғой маған тиісті дейді. Апай тиіскен жоқпыз, тиіскен жоқпыз дейді да. Жүгір балам, ана артқы партаға отыра қол деп. Артқы партаға отырып жатыр еді. Мынағы бор болып жатыр ғой. Ана тряпканың несі болып. Паля ма? Мынау не бор алдында біреу қолын қайырып кеткен. Пойызда ма? Жоқ, апай тиіспедік деп қоймыз, бірақ артында мұнда із тұр да. Соны айтайын деген ба? Сол жері қызық болыпты. әдемі тамаша болды Анан айтайын ба? Технология сабағы. о обязательно ма Технология сабағына жаңағы апайдың күйеуі беретін бізде. Міне, связка. баласы әлі жүр қасында Сөйтіп, каждый раз мешітке барып жұмыс істейтінбіз. Сөйтіп, біз ол кезде кішкентаймыз ғой, ана жұмыстан қашамыз ғой. Енді мешіттікі ғой, енді арасында бір ойлайсың, бірақ енді жұмыс істей берген сайын шаршайсың ғой, одан кейін қашасың. Періштесін. Сөйтіп, ағайға айтамыз, ағай сіздің үйіңізге барып жұмыс істейік та, одан да дейміз ғой. Өздерің тіленіп алдыңдар ма? Жарайды дейді да, ағай біз жібере салады. Біз барамыз да, сол жаққа дем аламыз ғой, типа ше. Аяқта ағай қарамайды бізді. Барамыз да дем аламыз. Сөйтеді да ағай бізді қайттан балалармен шақыртып алады. Аурушсың ба? Сөйтіп, қайттан келеміз мешітке. Одан кейін барып жұмыс істеп жатырық. Ей, жігіттер не істейміз деп, мынау болмайды уже. Біз қол емеспіз ғой деген андай өзіміз Қол емес періштеміз естер ғой. біздің типа біздің жұмысқа кірмейді ғой, біз сабақ оқуымыз керек қой бұл кезде деп. Еңбекке болу керек. Сондай ішімізде бунт шығарып жатырық қой өзімізше. Сөйттік та Митинг басталдысыңдар ма? сөйттік та бір-екі бала айтты, короче. Давай мешітке кіріп елжан маған қараған сайын күліп тұрмын дато екеуміз постоянно бірге жүреміз ғой енді не тағайын деп жатқанын біліп тұрамыз да бір-біріміздің да Сол сұрақтар пайда болды, осылар жатарда да бірге жата ма дейтін ана. елжан жүрші үйге нал деп мыналар сол анау деген кезде елжан маған қарады да ауыртсың ба айтайын біліп тұрмын соған ғой екеуміз жыртылып қалып жатқан Печкісіне дейін біліп тұрсыз ба, әзіліне дейін. бірге жатқан натуре бірге жатамыз серьезно бүткіл ұнайтта ұнайтша барамыз бүткіл проектте именно екеуміз бір диванда жатамыз Азамат пен Нұрсұлтан бір диванда төсек емес, диванда ма еще? Диванда жатасың енді былай енді мысалға мен үстімде елжан емес сәл кеңдеу диван болады да Аста былай тартылатын ба? Нән диван, нән. жоқ қолдағы емес кәдімгі спальный диван Нән, ортамызда 300 метр бар. Ол ар жақта, мен бер жақта. Комната ма? сондай постоянно сөйтіп содан Қызықсыз болып барса деп жүру керек. жақсы оқиғалар шығатын болса Сөйтіп, балалармен датаво жұмыс істегіміз келмейді ғой. Отырамыз да, давай мешітке кірейік та, намаз оқимыз деп айтайық ағайға. Жібереді шығар сонда дейміз ғой. Бірақ енді ол кезде оқымаймыз ғой. Ол кезде оқымаймыз ғой. Андай Тен келіп тұр ғой да. Бір істеп ал. кеш кел кімде деп орнына қысам айта ол кезде былай қарап тұрсаң, уақыты да кірмеген екен да. Мысалға 5-інде кірмеген да, ол не оқисың барып. астан қарап отыр театр астан қарап отыр театр десең срикол ғой срикол Сөйтеміз, болмайды былай дейміз ғой. Сөйтеміз да, наяқтағы бір шөпті жұлып атқанбыз барымыз, шөп шауып атқанбыз. Сөйтеміз да, шөп шауып атамыз. Давай наяқта жылан бар деп айтайық. Сосын сендер бұлаңғыра береді екенсіңдер да наяқта жылан бар деп айтайық. Сосын ағай, болды онда, құрсын шағады ғой дейді да, сосын қайтар жібереді бәріміз деп ойлап тұрық қой енді. Сөйттік та, давай кеттік. Жұмыс істеп атамыз, қызып, қатты жұмыс істеп атамыз. Содан барып 3-ке дейін санаймыз, арамызда біреу санайды. Қорқып кетесің. Содан барып қорқатын ойнатамыз дейміз ғой. Бәріміз тырмалап атырық, біреу чалып атыр, 1, 2, 3 деді. Бәріміз, «Уау!» деп андай. Вообще
кәдімгі қатты айқайлаймын секіріп ше Иә. ағай жылан ағай үйге қайтайықшы дейді бірден жылан үйге қой. ағай қайтайықшы деп ағай бүйтіп келді да қарады да давайте аяқ тістеңдер дейді сөйтіп ағай да қатыгез ба? иә қатыгез сөйтіп ол да жоқ ештеңе жоқ сол күйі до конца істеді 2:45 өтіп жатыңдар. сондай қызық оқиға болған Мешітте дегенде есіме түсіп кетті. Кейде кетіп шайып кетесің ғой өзің. Болады ғой бір. Сол мешітте ауылда мешіттің ішінде жатырмын. Ішінде жүрген холл үлкен мешіт кәдімгі диваны бар десең театр. Мешіттің ішінде жатыр бүйтіп. Бұл оралды грант. Өлеңге жүріп қойған байқамай. Басқа команда Шошып кеттім өзім шошып кетпей қоймашты. Өйтіп күшті мешітте жаңағы намаз оқып болып күшті настроение кетті. Бұл оралды грант деп бүйтіп деп өзіме қарап қалып ғой. Шошып кеттім. Сондай болған қысқа. Тағы қандай оқиғаларыңыз болды осы бір тақырыптар аясында бір мектеп кезінде болсын? Так, жаңа тақырыптардың ішінен таңдап отырмын. Тас дегенге болып тұр менде. Ішінен бір сөз суырып 40-ші ұяшық десеңіз өтірік связь күштейтін командалар бар ғой. Бара тас дегеннен шығады. бір команда ғой мешбекте тойға барсаң тойып бар тойда болған жағдай деп қояды Алда жүрді. магазинде яғни дүкенде деп қояды андай несі айтты ғой да жетекшілер да бір четкий хабарлау керек бірдеме қосып кетті. Мақалыма бірдеңе тығып жібер басына деді ғой. тойға барсаң тойып бар тойда болған жағдай Той сіздер жүргізгенсіздер ме жалпы той бизнеске? Бір қадам басқан кездеріңіз болған ба? қазір де жүргізесіз жүргізесіз қазір? Жоқ, қойып кеттім. Қойып кеттім да, мен де қойып Мен кеттім. той жүргізгенде бар ғой, жүргізгендер шешеді дейді көбі да, негізі квичіктердің бәрін айтады негізі. Иә. Бәрің айтты ғой явно да. Ернардан басқа бәрімізге айтты. Ернарға тек гаишник айтып қойды. Екі стикерстерім той жүргізіппішті. Бір апа келіп ұрысып атады, ертек соған. Короче, мен жүргіздім ғой енді бұрын, баяғыда жүргіздім. Біраз жүргіздім, там үйлену той, үлкен той, кіші той, бәрін жүргіздім. Мен еще жақсы жүргізетін бар, солай ма шапалау ұрайықшы. Бұл мен жақсы жүргізеді дегендер, оң қолымызды көтерейікші. Жоқ, действительно андай болып тұрса, мен Ақтауға қонаққа бардым. Нұрболдың, короче, демалдық та сол бір күні той болатын болды да, келесі күні ауылға баратын болдық Боранқолға. Сосын Нұрболда той болды. Нұрбол тойын басқарды. Айта бер, айтасың ба деймін? Жоқ, сосын айтасың ба сен? Айтайын. Мен айтпайын. Той жақсы басқарды бұл. Сөйтіп Түнде. той басқарып жатырмын. И андайдан қорқамын мен. Біреу бірдеңе жазып жатқан жоқ па деп комментарий оқи береміз ғой. Біз андай осы жерде бәріміз жалпы ауылда өскесін ғой. Біздердің бірдеңе істей алмайтынымыз ауылда өскесін. Бізде фобия, жұрт не деп жатыр дейтін нәрсе. И инстаграмға бірдеңе саласында комментарий қарай бересің. Біреу жаман бірдеңе жазып жүрсе үділтіп дейсің видеоны. Андай жұрттың көңіліне қарайсың. Видеоны жүргізесің ба? Иә, андай болады ғой, андай кім деп айтсам болады бір. Болады ғой сондай бір проекттерде жүрген адамдар болады ғой, андай ешкімге қарамайтын, қуып жүреді, ел жаман сөз айтып жатса да жүре беретін. Біздер андай табиғатымызда ондай жоқ қой, короче, біреу бірдеңе айтса шошып кетесің. Мен сөйтем, ютубқа салсақ та қарай берем, инстаграм бәрін сөйтем да. Той жүргізіп жатырмын. Халық 350 адамдық тойда 350 адам риза болып кетті дейтін болмайды ғой. Кім басқарса да бір 3 адам недовольны болып кетеді ғой. Жаман тойды. Бір течке айтқанда бір ағаға түсіп қалды көзің. Иә. Соны бүйтіп басқарып жатыр едім. Той басқарып тұр едім. Бір аға келді де бүйтіп басқарады алға қарай. Өстіп тұр едім. Арт жағыма кеткен сырттан келатыр екен да. Арқаман той құтты болсын деп ұрды ғой арқаман. қатты иә былай мынауы тек қара мынау мен сен былай ұрдым ғой мынарадан бастап тиді оң полный артыман ұрды да. Сен жүргізіп отырсың ба? Иә, артыма шлагбаум ұқсап тиді ғой ұзыннан ашып жіберетін қалды. Сөйтіп ана ортаға біреулер шығаратын бірдеңе істеп арқаман бүйтті де бүйтіп микрофон алды еді. Жай айқайлап сөйлеп жатыр ма бірдеңе, колонка жоқ па жетпей ма бірдеңе. Жай сөйлесең де естіледі деді ма бірдеңе деді. Робокоп құсап кетіп батыр. Бір ата Робокоп құсап жаймен кетіп батыр.
басым кетіп қалды ғой кәдімгі. Сіз қатты айқайлап жатсыз ба сонда оған дейін? Жаңа жүргізуші дауыспен айтып отыр ғой. Ол дауысыңызды бір көріп жіберейікші. Бола ма? Маск шоудағыдай сөйлеп кетсем. Жоқ, андай ғой, кейбір тойханалар болады, тек колонка ана бұрышта, ауылдарда. Басқа жерде колонка жоқ. Ол жерде астында ауыл ақсақалдары отырады ғой еще. И сен мына жақтағы столға естірту үшін бақырасың ғой енді. Ауылда бір рет басқарып жатқанда бүйтті ғой біреу. Бүйтсең де естіледі деп микрофон төмен түсіп кетті. Сондайлардың 2-3 болғаны. Сөйтіп айтып жатса, значит сізден де бірде бар ау. Жоқ. Жиі болғанда онда шулап түсің сен. жоқ, қара, мысалы міне 10 той басқарамын ғой. 10 той басқарсам көбіне мен мысалы 20 рет таяқ жеймін. Ойнайтын, сондай 1-2 рет болды сондай. Антракт кездерінде ма? Қойшы дедім, содан кейін құрсыншы басқармайым деп. Кімнің көңілін табасың ол деп. Сөйтіп кейін, бірақ андай ғой, оңбағанбыз ғой, бірақ енді басқармай кеттім деп айтпайсың ғой ешкімге. Сосын кейде ақша болмай қалатын кез болады. Шығармашылық тоқырау қазір дейсіз ба? Жоқ, андай той басқарып жатсың ба дейді ғой, нешесі дейсің. Нешесі дейсің. Егер қалтаңда тиын болып жүр, КВН-нің кезі, жақсы проекттің кезі болады ғой. Осындай уақыт айтса, ол кезге бос емес деп. Негізі любой күн бос па? Иә, бүткіл өмір бойында боспын ғой, короче. Календардың іші. Ел соғып тұр ғой, календардың іші бар ғой. Бағандан бері Елжан ағамыз кішкене үндемей отыр бір. Жоқ, керемет айтты. Оқиға естісек. Елжан өз сондай, оның басынан көп оқиға өтпейді. Басынан күн өтеді көп. Оның басынан күн өткен, содан оқиға өтпейді өші. Елжан оқиға асырмайды. Елжан оқиға айтпайды, оқиғаларды тычковать етіп отыруға жақсы болды. Да, Елжан, мысалға өшеге бір тычық тығып жіберші. Бандам! Любой бірден айта берсең. Айтпақшы, Елжан ағаларымыз таза стендап дейтін Оралда ұйымдастырады. Боғаусыз кәдімгі Қазақстандағы тап-таза әзілмен ғана күлдіретін керемет жоба. Керемет айтатын жоқ. Ол жоба қалай болады? Үлкен концерттеріңізді беріп жатсыздар, Алматы шаһарына, басқа жақтарға келу ойда бар ма? Сол туралы айтып өтсеңіз. Оқиға айтайық. Күшті бәрі, күшті Алла қаласа бұйырса шығамыз. Бірақ Оралда көп концерт беріп жатсыздар уже. Қазір Оралдамыз ғой чисто. Бір айында бұйырса батысқа бір аралап, Алматы жаққа бір аралап бұйырса шығамыз. Алла қаласа. Мен Нұрболды айтайын деп едім. Жалпы екеумізде оқиға көп қой енді талқы болды. Бана той басқарып отыр дедім ғой, той басқарып отыр. Ұратын ағаның той ма? Жоқ, басқа қаладағы той. Басқа той. Ол жақсы болды. Тойына бардым, сосын оны жай басқардыңыз. Бітірттен бірге сосын түнде ауылға шығып кетеміз деп ойладық Боранқұлға. Ақтаудан Боранқұлға. Ақтаудан Боранқұл, менің ауылым 600 километр. Иә, 600 километр. 5 сағат. Иә, машинамен 5 сағат. Жол міні керемет. Жол міні керемет. Ондай жоқ, міні керемет. Тіп-тіке кәдімгі. Бұлай екі полоса, жарты жолға дейін. Қазақстан сояқта болып отыр. Иә, жаңа Қазақстан ба? Мощный болып отыр. Сосын тойына бардым да, сосын той басқарғаннан кейін. Европа емес па? Бар аздап, жолдары сояқ. Орал ғой, Европа. Орал кіреді. Біздер Азиядамыз. Сөйтіп басқарып тұрады да, сосын екеуміз шықтық та, ауылға кетіп бәтірік, короче, шайын деп атырық міне. Заправкаға соқса екеуміз, заправкадағылар қуанады. Короче, күш көтереміз деп қолный заправканы сатып алмаймыз ғой, тек. Қалған бүткіл затты алып шығамыз ғой. Нұрболдың бір жаман жері любой жерде ұйықтайтыны бар. Любой жерде ұйықтайтыны бар, короче. Ол рас. Екеум той басқарды, план күшті енді. План күшті. Той бітіртсап, кешке қарта ауылға шығып кетеміз. Ертең әбеттесіріне бірдеңе дейтіндер кетіп жатыр енді ауылда. Барып тысты ішемейміз бірден. Екеуміз түнгі бір той басқарып жатты, түнгі бірде шықтық та. Екіде ма шықты да. Айдап жатыр енді. Бір 40 километрде ме жүрдік күшті, бодыр. 600 километр бар, 40 километр шықтық. Иә, шықтық. Жаңағылар бітті, заправкадан алғандарымыз бітті, уже бітіп жатыр. Уже ма? Иә, уже бітіп жатыр, бүйтіп. Пакеттің ортасын ашып, бүйтіп жеп жатыр. Тұзды жерлерге алып қойды, керешкейдің, соларды жеп алып жатыр. Баклажканың ішіне тығып жатыр. Мусорларды. Негізі 6 сағаттық жол ғой, 5 сағат деші. Нұрбол 40 километр, смело 40 километр жүрді.
деді да за рулем бүйтіп кетір. Мен машинада жасасам жаман ұйықтаймын. Машинада кетіп ұйықтап кетемін. Екеуміз кетірік тек. Мен жарты жолда түсінде айдап келе жатыр. Мен 40 километр өтірік әңгіме айтып кеттім. Мен ұйықтап қалмасын Барынша ұйықтап қалмау үшін ба? жан-жақты сұрап отырмын. Сол әңгімелерден біреуі болса қазір. Ол емес, просто неше қисың сондай ғой білең. Үйде неше кроссовка бар дейтін. Сөйлету ма? Дым қызық емес. Кроссовка бар. Әулетің жақсы ма дейтін әңгіме ғой. Сөйтіп келатырды да ұйықтаймын деді, короче. Жарты сағат көзіліп алайық, давай ма деді. Мен айтамын, давай мен айдайын, родной. Сен демал ал, мен айдайын. Жоқ деп руль бермей жатыр маған. Андай жұртта естисің ғой, машинада 15 минут ұйықтап алсаң күшті болып қаламын дейді ғой. Жолдай. Айдайыншы родной деймін, қазір құттайын естеймін да басамыз дейді. Мен де басым кетіп қалды енді. Құрсыншы дедім да. Мынау артқа бүйтіп алды да, ұйқым кіріп жатыр. Мен 1 сағат болды, жатырмын әлі, сотка шығып жатырмын, бүйтіп жатырмын. 1,5 сағат болды. 2 сағат болды. Мен құрсыншы дедім да, мен де ұйықтадым. Өй жерден бір қосып жіберейін. 40 километр, әлі 560 километр жүретін. Деп ұйықтап отыр, 15 минут көзіліп аламын, чоткей болып аламын деп ұйықтап қаламын. Көзімді ашсам бетпен күн түсіп отыр. Жарық қой прекинь. Мен де бүйтіп аштым да қарасам, жарық қой, ысылап отырық қой. Кеше шыққансыздар ма? Түнде шықтық қой, жамп батын. Әдейі бірақ басым кетіп, мынау сұрақ қойып жатыр. Жауап берген жоқпын до конца. Ұйықтай бердім. Сөйтіп 600 километрді тағы бір бейттік қой. Машинаны қыздырамын өзім. Чоткей, мынау ұйықтап жатыр. Мынауда мауастығы бар енді. Любой жерде ұйықтап қалмайды, бірақ бір ұйықтап қалса, осы субботаға дейін тұрмайды ғой, короче. Пока бір апта жоқ қой, календар бос емес. Ұйықтайды, сосын өзім машина тек батым да, тағы бір 100 километр дейма жүрдім. Бір чайхана шықты алдыман. Шай ішіп, кофе ішіп дедім, ұйқа ішіп деп мына. Ұйықтаймын деді мына. Машинада ұйықтап қалды. Ішке кірдім. Тапчан випкасы бос екен. Өзім кіріп алдым да, бір самсамен бір кофе іш дедім да. Ана Самсамен кофе мен кофе. Андай даладағы андай, не ғой, кемпинг қандай жолдың бойындағы. Сосын бір самсамен бір кофе іш дедім андай. Бодрый болып аламын қазір. Қарын ашып тұрып, қарын тойдырып аламын, ұйқыны ашып аламын, басам ғой дальше. Сосын тапчанда бүйтіп қарап едім, домалар көп шығып тұр екен. Жастық. Қатты ғой, сәл қатты. Маған қарап. Неге пайдаланбасқа деп тұр ғой, короче. Сөйттім де сондай бере қойшы дедім де бүйтіп. Жаттым көпшікке. Бір көзім бүйтіп деген кезде бір шығып батқан сияқты болды. Мән берген жоқпын, жата бердім. Бүйтіп кішке деген тұрып кеттім де бүйтіп. Кофеме қарасам бетіне бүйтіп мұз қатып жоқ. Мұз емес андай бүйтіп. субзиро жүр ме? Салқын болып қалып, бетіне бүйтіп ана бүйтіп несі жүреді ғой. Қысып жатыр ма? Самсам ұстасам, самсам сап-салқын болады екен. Ровно 2 сағат ұйықтап қаламын ғой. Дала ашсам әлі ұйықтап жатыр ғой. Сөйтіп ауылға 12 сағатта жеттік қой екенбіз. Ауылға бар ғой. Әлі ұйықтап жатыр. Мынау басында ақтап алды өзін андай. Мен айтайын дедім, жақсы дедім, сот шығып жаттым деп, байеден бірге ұйықтап кеттім. Негізі мына жаққа таңертең шыққанбыз десе. 5 сағаттық жолға 12 сағатта, 13 сағаттан бардық қой мен. Содан кейін мына машина отырғым келмейді. Айдатқым келмейді. Өткенде Нұртай екеуміз өзен кетіп жатық машинамен. Мен айдап кеттім, күндіз ғой. Машина деп кеттім, Нұртай сотка қасымда осындай жерде сотка шығып кетеді. Сотка шығып кетті да, мен айдап кеттім, көзім ілініп кеткен ғой, короче. Нұртай бе сот шығып кетті. Братан деді. Бұрып қалым. Короче, былайдан 2 полоса ғой. Үйдейтіндей бар енді. Былай 2 полоса, былай 2 полоса да. Соның міне ақ полосасын етін қойшы. Мына жанында бүйткен андай нелер болмай ма, шекаралар болмай ма, андай темірлер. Соған жақындап қалғанмын ғой бүйтіп. Анау бүйтіп сот шығып қараған кезде темір жақындап қалған ғой, бетіне қарай. Телефонға жақындап қалған. Айқайлап жүр ғой. Темір бетіме жақындап қалды дейді ғой. Ұйықтап кеттің ба? Жоқ, ойланып кетті. Мойындамайсың ғой. Мойында. Телефон қарап жатады да, ұйықтап кетеді. Бетіне түсіріп алады. Смело. Машина айдауды қашан қоясыз енді? Машина айдауды мен ұйықтауды қойсам ба тұрмын вообще. Мен есімде сіз Алматыда сол ұнайт шоудың кезінде төсектен тұрмай жаттыңыз ғой, максимально жер сілкіністері қатты болып жатқан кезде. Мен соны айтайыншы. Кукугайынның
13-ші жұлдызы. 13-ші жұлдыз еді. Мен дейтін түнде мектепте қалдым да бірдеңе болды, короче. Ұйқым келіп барады. Екеуміз бір диванда қайттан. Жатырмын демалып. Мынау жақсы қорылдап жатыр. Мен кофемен самсасын шыбаған. кофемен дәл тұр ол, дәл тиген ол. Ұйықтайын деп, бірге ұйықтайын едік, короче. 6-да ма таңда жаттық та. Күнде ғой, күнде. Күнде 6-да. Дайындалдық та дейсің. Бірдемелер айттық та. Дайындал ұйықтай қалдық та деп. Ұйықтайын дедік та, жатырық, мынау қорылдап бері кетті алды енді. Серьезно бар. Мен 3 сағаттай ма, көзім қатты не істедім де ұйықтап қалдым да. Құрсыншы дедім, 10 болды сағат бар ғой. Тұрып кеттім да, тұрып кеткенде мына жақта санузел бар, короче, бізде. Комнаттың ішінде. Біледі ғой, бірге ойнайды. Тұрсам, короче. Көріп отқанын білмейді екен. Короче, мұндай ғой, проекция түсініп болсын. Кәтей ғой. Бүйтіп, неден жуынып, бүйтіп, қолым бүйтіп жуып отсам, бірден кәтір, короче. Түсінбей жатырмын, короче. Табанынан кафель деп ұрды ғой, короче. Дөң деп ұрды да, табаным қатты ұрып кетті, серьезно ұрды ғой. Бүйтті ғой, бірінші жазан кәді, өш жерде адам бар сияқты деді ғой. Дөң деп бір ұрды да, шошып кеттім, деп бала кетіп қалды. Бір 3-4 секундта болды ғой. Мен өзім түсінбей жатырмын, зәт екен мынау деп. 5 секундтан кейін ба түсіндім ғой, короче, землетрясение болған ше. Шошып кеттім енді. Шошып кеттім бүйтіп. Санузелдің есігін ашып қалсам, мына ақам банаға қорылдап атқан. Бодрый жатыр ғой. Көзі нәм болып кеткен. Былай жатыр. Бірақ қара, 2-ші этажда ұйықтап жатырмын ғой. Төбеде 2-ші этажда ұйықтап жатырмын, бұл дейді да, бүйтті да. Өз ойланып жатырмын, ұйқыдан тұрып кетуге ұйқымды қимай жатырмын да. Бірақ ұйықтай берсем тағы соғат сияқты болып жатыр да. Мен шықтым да мына қарап, айда күлдім көрсе, ё-мо, бодрый жатсың ғой деп. Неге тұрмай жатсың десем, мынау дейді. Землетрясение екенін түсіндім дейді кішкене. Джинсиім қайда? Қазір киім жинау керек деп землетрясение ренжіп отыр. Не істеймін ка деп. Жаман екен негізі. Бірінші этажда сендер болдыңдар ма сол кезде? Иә, біз бірінші этажда шыңғырып жатыр ғой, бақырып жатыр бірінші этажда, жер сілкінісі ғой, ва деп. Шынымен бақырып жатыр, мен ұйықтап жатырмын. Қыздар болған бәсте. Көзімді аштым, балдар бақырып жатыр төменде, иә, жер сілкінді кәм ана. Қыздар бар айтпақшы, Ела. Ела, мен қалайсың? Ана футболда бүйтіп деп кезек волна істемей ма? Соның үстінде ұйықтап жатқан сияқты болдым ғой, короче, волнаның үстінде бүйтіп. Ол жаман екен негізі. жер сілкінісі жаман екен. Бірінші рет жер сілкінісін сезген кездеріңіз ба еді? Оған бірінші рет келгенде болып еді ол. Келесі не хочу. Келесі не надо. Сол кезде түсіндім мен, ана осы жақта адамдардың оның алдында бір нәні болды ғой бір. Иә, ұзақ тұратын бар ғой. Сол кезде Есет или Нурс или Эльдар келіп жатса осы оқиғаны сұра. Эльдар келсе сұрама. Есет пен Нурс келіп жатса осы оқиғаны сұрашы. Осы біріншісінде 11-ден 5-ші этажда болған ғой олар. Өтте қызық болған ол. Дом біраз бүйтіп тұрған ғой, короче. Алматыға дом бүйтіп тұрған ғой. Сәлем. Ол кезде Есет Эльдар үшеуі бір үйде болған ғой. Сол ана бүйтіп қозғалып кеткенде балдар түсінбей бүйтіп не болды деген қараса, Эльдар төменде тұр уже. Бірінші этажда ма? Сыртта тұр уже. Балдар түсінбей жатыр не болды. Жоғары қарап, қайтпайсыңдар ма? Қайтпайсыңдар ма деп жатыр ма? Сондай бір қақа болған. Тағы Нұреке, айтылмаған сыр. Көп болды әңгіме. Негізі әңгіме көп. Иә. Әңгіме көп дейді. Қорсы қайсыберін айта бересің? Апалар ұқсатсаң. Әй дегенде ауыз жаппас деп қойсаңшы. Неңді айтпашы, колледжде неңді. Жоқ, айтпадым. Ол дейтін. Ол қызық. Құрметті достар, бұл 3-ші выпуск бізде. Ол ұзақ енді. Соны қысқаша айтып берейін ба? Қысқаша айтып жеш соны, иә. Короче, неде бірақ енді ол қиын жағдай енді. Сотталып өтуге құттай қалғанымыз бар бір. Колледжде жүрді ғой 90-шы жылдары. Қараны, қала қаранды ғой, да, раны. Сені мәмәң сөйлегенде. Короче, колледжде оқимыз. И колледжде сұранып кет, обедтен кейін, біз таңертең оқимыз. Обедтен кейін базардан
ол кезде андай рубашканың сыртынан киіп алатын, бүйткен ілгегі талпа бүйткен кофталар Иә, хит кез. иә, 2009-2010 жылдары примерно. Сондай базардан сондай алып аламыз да колледжге келеміз ғой. Базарға жақында колледжге келсек, есік алдында адамдар шу бақырып жатыр, біреулер жылап жатыр, Біреулер құлап отыр, біреулер. скорый тұр, иә. 4-5 скорый тұр, сигнал ойнап жатыр, милициялар жүр. Шаруақтың ішіне кірсек, ауланың ішіне. Астында елдар тұр десе. Әр жерде адамдар жатыр ғой, короче. Ішке бір бала кіреді де, кім екенін білмейміз. Бір бала кіреді де, андай баллончик бар ғой, шашатын. дем алмай қалсын. Білесің ба? Иә. Анау баллончик дейтін, бүйтіп піст деп шашасың ғой. Иіс бүйтіп өсе береді анау. Үлкейе береді, иә. Короче, мына бөлмеге деп Шашып көрейін бе ка? Өсеге шаш тастап кетсең, анау бүйтіп иіс көтеріле береді ғой, бір тесік шыққанша, ауадан шығып кеткенше. Анау полный колледжді алады ғой, ойлашы. Полный біреуін до конца шашады да, үлкен түрін. Полный шаш, ол дейтін қатты, ондай талай историялар болды, ауылда прикол ұстап, ондай постоянно андай бірдеңелер болады, сондай ұстап жүремін қалтама. Сөйтіп, ауылдағы оқиғаны айтып берейін, бірінші ананың жаңа шашатының күшін айтып берейін, күшін. Сөйтіп, бір дос балаға шашып өлтіріп алғанбыз, жаңа жерде бақырып, ауа жетпей қалды, тамақ, мұрын, бәрін кептік, короче, деп жатыр ғой жерде. Қара. Қой, короче. И сондай зат қой анау. Соны колледжге до конца шашады, анау бүйтіп көтеріледі де бүткіл кабинетке кіреді. Терезелер жабық тұр. Кабинетте бүйтіп сабақ болып жатқан кезде, әр кабинетте адамдар бүйтіп сабақ болып жатқан жерде құлайды ғой адамдар. Ойлашы, андай сәл жүрегі әлсіз адамдар сол жерде құлайды ғой, тарс құлап бастайды. Паника басталып кетеді колледжде. Терезелерді ашады, адамдар сүйреп есік алдына алып шығып жатыр. Қарайған скорийлар тұр есік алдында. Сол кезде мен қасымда жиенім бар, екеуміз мектепте де бірге оқыдық. Екеуміз енді историяларымыз кілең манағы бірдеңені қопыратып алатын, сондай жер жүреміз, короче, екеуміз. Сөйтіп колледжге келдік, адамдар паника, есік алдына шашылып отыр далада. Біреулер шығарып отыр, группаластары шығарып алып, қасында желпітіп отыр бүйтіп. Скорийлар кіріп отыр, жүгіріп. Сөйтіп колледждің ішіне кіреміз ғой біздер. Екеуміз колледждің ішіне кіреміз. Біздің апайымыз бар, кәдімгі. Бір апайымыз бар. Сол жүрген, апай не болып отыр бірдеңе деп қасына көреді. Бар, кетіңдер деп қуып жібереді, короче. Есік алдына шығып кетеміз, ана адамдар қарап тұрамыз. Ертесі күні ол кезде тойға квен ойнаймыз. Сөйтіп ертесі күні тойға квен ойнайын деп кешке кетіп қаламын. Біреу звондайды. Кім екен деймін. Мен осындай жаңағы милициядан соғып тұрмын, городелден соғып тұрмын, короче. Қайдан? Городел. 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 Қалай еді? Миротель. Қалай еді? Городел. Городел. Милиция. Полиция. Әдем. Полиция деген жазу бар жанында. Сондайлар звондап тұр, короче. Жазуын көріп қойдыңыз ба? Сөйлесу керек еді дейді. Мен тойға квенге кетіп жатырмын. Тойға квен ойнаймын. 2000 теңге аламыз. Өзімше болып тұрмын ғой, андай тип Атырауда оқимыз, андай бәрі сондай ғой, Атырауда енді көбіне батыста сондай ғой, андай не болды, жай соғып жатсың ба дейтіндер ғой, андай. Полицияның өзіне ма? Иә, сөйтіп не болды, не шаруа, айтшы енді деймін. Сосын сөйлесу керек, қай жердесің, барайын. Не істейсің, сондай деп түнде жыртылып тұрмын ғой. Барам тойға квен. Үкі дейсің ба деді. Үкімім ба деп. Сөйтіп ұйықтап қаламыз, ертесі күні таңертең қоймай звондайды ғой. Келші, автобуспен келші, күтіп алам деп. Автобус отын соға береді. Анаға мен жартылам ғой. Мен түсіп автобус артына итерейін бе қазір? Келатырмын ғой енді күтші. Анау натуре сөйтіп сөйлесіп отырмын мен. Білмеймін бір, сол кезде кім бар екен артымда. Кімге сеніп жүрмін. Енді артыңызда тек музыкант қоя, негізі. 20 жасар баласың, андай айналаң көп, ауылдың балдары бар, көвеншіктер бар, жүретін орта көп деген сияқты ғой. Папа бар ғой. Сөйтіп бұрылдап сөйлесіп отырмын, сөйтіп түстік. Жаңа сен ба сөйлесіп жатқан деп, опер екен, осындай киіммен күтіп алды кәдімгі. Сен ба сөйлесіп жатқан деп. Ар жағында жаңа мен қасымда бірге жүретін жиенім дедім ғой. Сонымен туған апасы. Үлкен туған апасы екеуі күтіп тұр. Мынау ма жаңағы жігіт бірдеңе деп, анау опер күліп жатыр, короче. Қазір ішке кір шештек жатыр ғой, короче. Сөйтіп ішке кіреміз, колледжден адам толып жүр, бүткіл баланы ұстап алған. Бәрі маған отпечатка алып сөйтіп жатыр. Бәрін жіберіп қойды, ең сонда жиен екеумізді алып қалған ғой. Осы екеуі деді ғой, короче, шашқан. Полный анықтайды. Қарайды, біз дәлелдей алмайдық, біз емес екен. Адвокат жалдаймыз, сотқа кетіп қалады. Ары қарада бері қарада бәрі отыр. Короче, ауылдан
мамалар келіп жылап жатыр, екеуміздің мамамыз келіп адвокат түсіп жатыр ортаға. Мына историяны еш жерде айтқан жоқпын, бірақ бар ғой хайвай болып жатыр кәдімгі ора. Күнде таңертең үйден ұйқыдан оятып алып кетеді. 16-ға толмаған, 18-ге толмағанбыз. Ұра алмайды, короче, милициялар. Андай қасыңда адам болмаса, сен тергей алмайды. Ұйқыдан тұрасың, алып кетеді. Түнге дейін сол милицияның қасында отырасың. Әңгіме тыңдап қайтасыз ба просто? Жоқ, екеумізді әдейі екі кабинетке лақтырып тастайды, ақылдасады деп. Не үшін екеуіңізден көріп тұр, именно екеуіңіз ғана талмағансыздар ма типа? Соны, короче, бүйтеді ғой, колледжде бір қызбен жүріп жатырмын. Сол колледжде бір қызбен жүремін, сол қаланың қызы да. Просто жүресің. И сөйтеді де, мен соткам тартып атты да, көбіне андай шақтарымыз бірдей да, екеуміз точно жүреміз. Сөйтіп колледжде соткам, неде милиция жаңа соткамды алып алады да, соткам шығып отырады ғой, Nokia ғой простой. Контакты қарап отыр, басқа қарайтын зат жоқ қой ішінде. Құрттар ғой. Тема жіберіп па? Иә, мен әңгіме айтып қойып, түнге дейін ұстайды да, 3 күн бойы ма, 4 күн бойы ма сөйтеді. Контакты қарап отыр да. Мегабайттың бәрін құртты. Мынау кім? Мынау бірдеме деген кім деп сұрап отыр. Сосын мынау кім деді. Қызың ғой дедім. Жүріп жатқан қызың ба? Иә. Ай, соғайыншы деді. Соқты, короче, соқты да. Естіліп жатыр маған осы қасында отырмын. Аша мен алып тұрмын десем. Мен болып шықсам. Шәуле алып тұрсың. Короче, атын айтады. Алло, бірдеме қалайсың деп. Жақсы, кім екен деп. Мен, в общем, милициядан звондап тұрмын, полициядан звондап тұрмын. Нұрболдың соты, менің сотыммен звондап тұрмын енді. Не дейді? Сен сол колледжде оқисың ба дейді. Иә дейді. Қай уақытта оқисың дейді. Обедтен кейін оқимын дейді. Түстен кейін оқимын дейді. Сол уланатын кезде. Сен сол күні сабақта болдың ба дейді. Жоқ, сабақта болған жоқпын дейді анау. Барған жоқ болған сабаққа дейді. Телефон айырып дейді қасындағы. Міне осы ғой міне. Әдейі қызына барма деген, мектен улаған деп. Ми паника ғой. Анау адвокаттар айғақтап алмай жатыр ғой, андай қалай алсақ болады деп. Андай бар, опердің алдында отырсаң, өзіңді как будто кінәлі сезінгің келмейді да, бірақ кінәлі сияқты сезініп қаласың. Мойындам, бірақ ішіңен біліп тұрсың, қумаш мен емес қой деп та. Сізде бір Манастың орнына түсіпсіз ғой сол кезде. Иә, қатты болды кәдімгі. Сөйтіп күнде сөйтеді. В общем, ең соңында мана адвокат жалдайды, үйтеді, бүйтеді, мамалар келеді, ауылдан бәрін ақтап алып шығады, короче, біз емес. И базардан камерадан көрсетеді. Именно сол уақытта базарда жүргеніміз. Адвокат емес, анаңызды ақтап алдың ба? Сөйтіп полный сөйтті де ең соңында андай үкім шығарады ғой бір. 34 ертең. Үйлерін барып тексереміз дейді. Мына жерден қаттырамын десе. Деп тұрасың ұрған сайын. Короче, үйлерін тексереміз дейді. Бір химикат шықса, кетеді дейді ғой, үшін балдар. Кола бәрін тұқтым. И андай ғой. Жеп жүрген кола, порошок мен бәрін. Короче. Плейс. Иә, сондай. Бәрі болмайды. Тек Максичей қалып дейсің. CSGO бәрі. Не Максичей спонсор ма не? Жоқ, не айтып қалған. 100 отбасыға не үй берді ғой Максичейдің. Ол кезде ешкім берген жоқ әлі үйді. Сөйтеді де үйдің бәрін ақтарады, мана келеді, үйге алып келеді. Мен қарын аш, үйге кіріп келем, бөле братан, мана ағайындардың үйінде жатып оқып жатырмын ғой. Бөле братанға айтам, сен сөйлесейші милициялармен деймін де кухняға кіріп келіп тамақ жеп отырмын ғой. Аналар ойлашы, үйдің кіреберісінен бастап кіреді де, шкаф тұр ма, шкафты ашады. Бүткіл киім шығарып тастайды жерге. Көру керек қой енді. Жерде чемодан жатма, чемоданды ақтарып тастайды, үстін пакетті ашады, киімдердің қалтасын түгел қарап жатыр ғой, шеттен бастап. Ваннада порошоктарды төгіп, порошоктардың құрамын қарап жатыр, бірдеңені қарап жатыр, шампундарды қарайды. Короче, полный тексереді. Естет сонда сіз құрастырып шығады деп ойлаймын ма сондай? Жоқ, тығып тастау мүмкін деген сияқты ғой мысалы. Олар өз жұмысын жасап отыр ғой енді. Иә, олардың жұмысы, короче, үйді тексере ма, түгел қопарып тастайды ғой, короче. Не бар, қопарып тастайды. Действительно, бір қарау керек қой. Иә. ФБР ма мынау не? Иә, в общем, короче, бізге малолеткеге кеттіңдер деп тұр ғой. Қайда? Малолетка. Мал айдауға ма? Малолетка. Иә. Дұрыс емес пе? Дұрыс қой. Жоқ, просто біріншісі қазақ екен. Дұрыс емес пе, орыс лапайлар? Соған кетті, андай қасына отырғызады да бүйтеді. Көп жыл алмайды шығарсыңдар енді, бірақ кеттіңдер ғой деп андай. Қырықта беремін. Күнде сөйте береді аналар. Анда бүйтіп әр неге точкаға таси береді да. Сөйтіп полный үйді қопырады да, дым таба алмайды, короче, кетеді. Кеткеннен кейін 89-жылар бөле братан ғой. Мен бірдеңе қопыратып алып сөйтіп жүремін ғой. Қорғанбай дейді да, маған прикол ұстап та. Қорғанбай, мынау ма іздеп жүргендері деп төс қалтасынан шығарады ғой. Короче, шкафта пальтосы ілініп тұр, пальтоның ішінде төс қалта болмай ма? Соны тексермеймін, жанындағы екі қалтаны тексеріп өтіп кеткен ғой аналар. Анау вообще қатысы жоқ, анау дейтін ол колледжге де қатысы жоқ, үлкен братан ғой, кәдімгі
өзі жұмысын жасап жүрген ауылдағы. Просто анау андай үй жақта ит болса сондайға итке арналған ғой негізі. Өз-өзіңді қорғайтын зат қой. негізі қорғайтын зат. мынауға таппай жүргендер Оған ешқандай заң ештеңе жоқ жалпы. Көшеде ұстап жүрсең де ешқандай заң жоқ, оған пышаққа бар ғой. Оған жоқ заң жалпы. Тентек болған болып тұрсам бәрі. Жоқ, бұрын сондай болды екен, қазір білмеймін. Сөйтіп бүйтеді де шкафтан пальтосын алады да, мынау ма іздеп жүргені деп мына жерден шығарады ғой. Мал деймін ғой, сен кесірің сотталып кетіп қалдым мен. Жоқ, сонда қараш, қазіргі енді мына примерно жастар қарайды ғой енді. Мынандай болды ғой, мынандай история болды. Соттың алдында отыр, короче. Соттың алдында отыр, андай ғой, кіші сот қой. Кіші сот, мана тергеуші отырады. Сотты көргім келіп кетті ғой мен. Тергеуші отыр. Ютубта бар ма? Алдында мен отырмын. Короче, андай ғой, тек бір апашка отырады да, сен ба деген сияқты сот қой, кішігірім, кіші сот дейтін болады. Карантин кезінде сондай болды, бәрін кіші сотпен жібере берді ғой, короче. Халық жоқ кезде ма? Короче, бейт маған, сен ғой мойында шеш дейді да. Опер айтады. Опер отыр, жазып отыр қағазға бір қыз. Қағазға жазып. Сен ғой Қыз пушты мит дейді. жоқ, саусақтарының ұшында тағылып әріп бар, А4-ге басып отыр. жоқ аналарда қалай сонда фактсыз сен ғой дей берген сияқты. Короче, ода бүйту керек. Бүйткен мынандай болған ғой, оның артының бәрі бар, оның артын айтсам қазір андай болып кетеді тағы. Жоқ, сотталмаймын, жартысы өсек болып кетеді. Ортада кейбір адамдар секіріп кеткен, бәрі бар, короче, историясы. Оның бәрі делада тұр десең. Иә, оның бәрі қорғалған. Қана шешін. Сөйтеді де, бедейді ғой маған, қасыңдағы бала, біз ғой десе не істейсің дейді. Айтты, мен қорыққаннан айтады шығар, бірақ біз емес деймін. Сені көрген адамдар болса не істейсің дейді. Олар да тоже қорыққаннан айтатын шығар, бірақ біз емес. Оңай екен. Жус. Жоқ, уаллахи, дәл осылай айтып отырмын ғой, дәл осылай. Камерадан көрсекші, қорыққаннан түсірген шығар. Ол монтаж ғой. Қорыққаннан соттап отқан шығар, бірақ мен емес. Құдай сақтасын, Алла сақтасын. Сөйтем де қорыққаннан айтатын шығар, бірақ біз емес деймін ғой. Күнде көмектесіп жүрген, 3 жыл бойы оқуымызды жауап беріп жүрген кәдімгі өзіміздің жақсы араласатын апайымыз бар ғой. Сол кіріп жатыр ғой ішке. Не? Свидетель болып па? Иә. Келеді, отырады да сосын. Осындай келісесің ба дейді. Маған айтады. Мен жоқ деймін, жаңа қағазбен келісесің ба, типа сен істедің дегенге. Мен жоқ деймін. Анау апай маған қарап. Нұрбол, сендер емес па сол кезде маған келген екеуің емес па сол кезде дейді. Оны енді Алла біледі, ар жағында оны жұмыстан шығарам деп қорқытты ма, басқа бірдеңе болды ма, білмеймін мен, не болғанын білмеймін. Короче, біреуге ілу керек болды ма, білмеймін, не болды, ештеңе білмеймін. Бірақ бір екен маған сөйдеп айтқанда апайдың бетіне қарап өйтіп. Деймін ғой, ана шарасыздықтан бар ғой, бетіне қарап. Жаңа мен сияқты ғой, иә? Иә. Миым дың. Бетіне қарап күлдім де. Гитар тартып отыр. Жоқ, мен емес деп отыра бердім. Содан бәрі анықталды, біз емес екені анықталды. Ол дейтін еще неден берді? Бір жаңалықтардан берді, телевизорден, колледж уланды. Телевизорға шықтыңыздар? Біз шыққан жоқпыз, колледж шықты. Колледж шықты, эфир. Сонда ойлап отырмыз, мысалы көп жастар қарайды, мысалы да бізде де полный. Қазір да олар жаңағыдай пышақ, жаңағыдай бірдеңе баллончик, жаңағыдай травмат бірдеңе алып жүреді ғой. Қызуқанды ғой енді. Сол кезде біреу просто так для прикола істеп тастады да, сол у шығып кетті да, ананы еркектік сол жерде істегеннен у шығып кеткеннен кейін еркектік намысы жоғалып кетеді сол жерде. Мен емес деп айтпайды ғой ешкім. Вот жастар мен деп айтпайды. Мен деп айтпайды да, мен емес дейді да. Вот сол какой-то бір баланың бір тупизмынан басқа біреулер зардап шегуі мүмкіндігі. Басқа бір себеппен ұстапта жүруі мүмкін басқа. Қазір жастарға айтарымыз деймін да, мысалға. Құдай сақтасын, бір жерде бір туылес бірден оқып қалатса, мына жерінде пышақ тұрғанын біледі ғой. Алады сықып жібереді мысалға да. Егер пышақ дым болмаса, просто туылеседі де қалады ғой сол жерде бір. Туылесетін 2-3 минуттық нәрсе ғой, тек туылеседі кетіп қалады ғой негізі. 2 минут шыдамайсың, ысылдап қаласың. Сол себепті деймін да мысалға. Қазір вообще жаңа дейді пышақ. Вообще біреудің күйесі біреуге жұғып кетеді ғой, короче, содан сақ қызықпаңдар, короче, пышаққа, мынау. Содан кейін мен өз басым вообще андай мен ондайда да өйтіп көшеде ұстап өйтіп жүрген жоқпын, жалпы қалада өйтіп та. Вообще ондай жолаған жоқпыз, КВН-шікпіз ғой, КВН-мен өмір сүрдік қой. Просто біреудің кесірінен біз косяк кіріп кетіп қалдық та. Анау бүлдіртте типа тап-таза жоқ болып кетті. Сол кезде ойлаймын да, Құдай сақтасын, Алла сақтасын, бірақ сотталып кеткен жағдайда біз кінәлі болып қалатын едік қой деймін да, типа. Бірақ жазығың жоқ. Сол сияқты қаншама адам бар деймін да, жазығы жоқ. Жазықсыз кетіп қалатын. Сол үшін
былайша айтқанда Аналарымыз қылмыстың аялайды. өтеуі құдай сақтап та. жаза дейсіз ғой, иә? Әйтпесе бүгін сіз түспейтін едіңіз деп сол үшін уайымдасаң просто. Рахмет, өте Әйтпесе мен жерде Аналарымызды- андай нұр болып отырады еді. Попроще. Аналарымызды не деген күштеп жүрмін. Аналар құрметтейік деген бе? Потому что бәрі тақырыптар күшті келе қалды. Күшті. Мынау Шешендер сыйлап Тұрсынбек жүрейік. Қабатов ағамыздың каждый монологының соңы сияқты болды. Жақсы айтса екен соңын кода қылып. Тәлім тәрбиеге толы бір бағдарлама болды. Елжан вообще оқиға айтпаған сияқты бірақ та. Айтқан жоқпын ба бәрін. айттым ғой сен оқиғаларыңды. Елжанды келесі бағдарламаларда О, сот қалыпты. келесі бағдарламаларда Елжан ағамызды күтеміз. Тағы да Обязательно. келсе Жалғыз жеке келейін ба? өзі. Жалғыз болған Мені сайын. енді ешкім шақырмайды шығар, әңгіме қалмаған сияқты вообще. Жалпы айтылмаған. Енді біз ана апайды шақырамыз жаңағы. Ана мысық сөйтсаң да чеш деп. Қайдағы жоқ оқиғалар болса. Ананы да сіз еске түсірген. Бірақ сол манты 50 минутта пістесе. Құрметті көрермендер, арнаға тіркеліңіздер, шынымен тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, пікір қалдырыңыздар. Бұл арнаның дамуына көмектеседі. Сіз үшін бір кішкентай бір сәттік нәрсе болғанымен бізге үлкен қуаныш сыйлайды ол нәрсе. Айтатын жоқ. Рахмет, бұл хихикая жобасы келесі кездескенше. Жақсы сау болыңыздар.